Ассалаумағалейкум достар. Қазір міне келдік. Алдында орнатып кеткен болатынбыз. Қазір ортаға шар қойылады. Сонымен пропискасы жасалады. Тоқтың барлығын крышада жүргіземін. Сосын света музыка болады. Оның біраздан кейін көресіздер. Так, достар, біз ініміз екеуміз крышадамыз. Канчиба мен түсіріп жүрш. Қолында заттарында. Бұлай істен шығып барамыз, тоқтарды көбілентеді міне. Қазір крышаны ашатын боламыз, ішіне кіретін боламыз, тоқтардың бәрін жүргізетін боламыз. Тоқ береміз, света музыканы орнатамыз. Сізбен жүре көріңіздер. Үңгі, көршісі үңгі. Үйрежісі. Көріңгаш, үйрежісі. Қытай ғой просто. Қазақша орысша білмейді. Соған үстіп арасында сөйлеп қоямыз. Үгі, ша деге ада. Үгі мөшісі. Өшісі. Үйрі одан үгі. Өшсінші біраз екен. Енді келесі жұмыс бізде мұна жерден. Крышаның арнайы кіретін жер жоқ болғаннан үстіп шатырын ашып кіріп бара жатырмыз. Өзімізге керек кабиндерді алдық. Сонымен ішіне кіреміз, тоқтар жалғаймыз, сосын қайтан залға барамыз. Так, ішіне келдім. Іштің бәрі көрмейді, бірақ масқара шаң, стекловата, қазір фонарикпен түсірім. Міне осындай. Көзге көрінбегеннен, бірақ масқара шаң болады. Қазір ішінен тескен тесікті өшерін табамда тоқтар төмен қарай тастайым. Сонымен ішінен жүргіземін. Так, сигналка, питание екеуін жібердім. Енді осыны ары қарай қолап кетемін. Так, мына жердің бәрін жауып кетемін. Бұл жақ болды. Қалған іштегі жұмыс қалды. Қытай бауырымыз Нежеде әңгей деп қояды. Барлығын қаттылап шығып атырым, крепленияларын барлығын полностью орайтындарын орап, қысқартатын қысқартып, төбеге. Солай төбедем. Ар жағы тағы да істейтін жұмыстар бар, қазір бітпеге қалған. Соны істеймін, соң крышаға шығамыз қайтадан. Крышада ары қарай жұмыстар бар. Аз біткен жұмысты көріп. Мынандай кішкентай қуысқа келдік. Осы жерде қазір бұрыштан түсіретін боламын мынаны, сигналканы. Мынаның бәрін ашу керек. Бағанағы тесіктен тастаған мына жерден тесіп былай шығарып алдық. Қазір енді барлық нені обмотка жасап, осылай қойып жатырмын. Бәрі аккуратно тұрсын деп селлеп сықтап кеттік. Бәрі қосылды. Шар айналып тұр. Как-то так. Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Шырайлашым қалаға аман есен жеттік. Қасында Пернехан деген жігіт бар. Машинасы келді бүгін. Шымкенттеміз ағайын, бүгін Шымкентте тойдамыз салғанымызда. Аман есен жеттік, Шымкентке ең бас Аллаға шүкір. Аман есен жетіп. Через 500 метров. Тойдамыз ағайын, Түркістанға келіп қалдық. Қуанышты тойдық. Тойымызда Аллаға шүкір, Алла бойымыз. Қазір тілек кезегі болып жатыр міне. Қайырлы күн достар, қалайсыңдар? Ұйқыдан енді ояндық. Тойға қалай дайындалған фетиві знает. Мен әлі көйлек алған жоқпын. Мен қазір қала барсам капец. Той өтіп қалады ғой қазір. Я то что? Құдай-ай. Не деген ұйқы десейші, мына күн мен түн шатастырып алған қатындар осындай болады. Никогда вы не подумали. Нормальный адамдар тойға салон дайындалып жатқан шығар, или боянып хотя бы үйінде. Мен ұйқыдан енді тұрып шай ішеміз жоқ. Магазинге келгелі жатырмын.
Сәлеметсіз. Енді осындай бір ұзын көйлек киейін десем, сәл апалы болып қалам. Білмеймін, маған бір ұзын кисем. Қайдасыңдар, тәтәлер. Болайын деп тұрмыз ғой, қысқа бірде киейін. Білмеймін, маған ұзын жараспайды. Жұтып қылмайын. Мынаны қысайып келеді. Алейда. Мына да новый киімдер ғой, осындай көйлектер сататын едім. Айтпақшы аламын десеңдер, осының. Осы розовый бар и көгі бар еще. Мынау 54-ші размер. Бірақ маған да болып тұр. Қатты да болып тұр сәл. А так все скрывает на жерде. Жир, мыр, пыр. Бүйтіп көрсетсек да өке білінеді. Ал енді өзіме образ тапқан сияқтымын. Мына көйлек, платье, рубашка. Давно как раз не делала. И мынандай менде ремень бар да, вообще. Мынандай Булгарияның заттары бар да, змея дегенде. Төменге қарата ма, жоғары қарата ма? Әйтеуір төменге қаратсам басқа бірдеңе көрсетіп тұрғандай. Мына жоғары қаратып қойдым. Сөйтіп үйде примерно осындай сумкам бар еді. Булгария. Мына. Бұны тағып шықсам күшті екен. Бірақ бұл қасқа төменге қарап тұр. Біреу төмен, біреу жоғары, короче. Қалай енді, мне кажется, мынау нормально заты. Енді бұған туфли кимейтін шығарым, короче. Енді бұған каблук киюдің қажеті жоқ. Мне кажется, самый лучший образ осы. Зачем ұзын көйлек? Маған вообще ұзын көйлектің возрастында емеспін. Мен әлі жас екенмін, қыздар.